Сәлем достар, сіздермен бірге Амангүл. Бүгін біз алғаш дайындағаннан ақ өте мінсіз болып шығатын сметанник пирогын жасайтын боламыз. Құрамы описаниеде толық көрсетілген. Қамыры үшін ұнымыздың үстіне қопсытқышты, бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, видеодағыдай жақсылап араластырамыз. Үстіне қантымызды қосып, осындай песочный тесто болғанша араластырамыз. Жұмыртқамызды қосып, қамырды қайтадан біріктіреміз. Сұйық болса, шамалы ұнымызды қосуға болады. Дайын болған қамырды 30 минутқа мұздатқышқа қоямыз. Енді салмасын жасайтын болсақ, ол үшін жұмыртқамызға сметана қосып, үстіне қант қосып, барлығын біріктіреміз. 1-2 минут жеткілікті. Менің қамырым дайын болды. Енді оны екіге бөліп, оның жартысын ең әуелі осылай пирогтың шетін жасап аламыз. Онан соң ортаңғы бөлігін дәл солай қолымызбен жайып, барлық қамырды біріктіреміз. Менің пешім 180 градуста қызып тұр, дайындап қоясыздар алдын ала. Жан жағы тегіс болу үшін вилканы қолданып тегістеулеріңізге болады. Салмасын құйып, қызып тұрған пешке жарты сағатқа қоямын. Мінекей, менің пирогым дайын, өте дәмді шықты. Және де бұл форманы арнайы өзінің қорабына салып, сатылымға шығарсаңыз да болады.